Так, бәріңе ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге болайын. Бека достар, алдыңғы екі видеоға активті әдемі көрсетіп сапсыңдар, екеуі де 500 просмотрдан көп жинап кетті. Барлығына рахмет жігіттер. Давайте осы видеоға барынша 1000-2000 просмотр жинапсақ. Достар, осы видеода мен сендерге топ 5 құпия орындарды көрсетіп боламын. Так, осы видеоға 20-30 лайк жиналса тоже қалғандарын көрсетіп боламын. В общем, ондай болса біз видеоға кеттік. Давайте. Так, енді біз қазір Clock Tower'ға түсіп келе жатырмыз. Енді примерно жігіттер біліп отқан шығарсыңдар. Бұл Clock Tower'да 2 ничкамыз бар жігіттер, 2 құпия орнымыз бар. Қазір барлығын сендерге көрсетіп боламын. Сендерге жігіттер видеоның лайктарын басып арнаға тіркеліп отырыңдар. Бұл ничканың барлығын қолдансаңдар болады. Негізі біраз адамдар білу керек ше. Мен білмейтін және де Free Fire'ды енді бастап келе жатқан игроктарға көрсетемін бұл ничкаларды. В общем, давайте всем. Так, біздің ең бірінші ничканы қолдану үшін бізге любой бір машина керек. Мына жерде бір машина тұр. Мен негізі пикап бар емес пе жігіттер, сол пикап болса зор кетуші еді. Прям үлкен дауыл ше. Сол, так, мынаны аламыз да, сендер Free Fire бастап келе жатқандарың болса, мына ничканы қолдансаңдар болады. Вот осы жерде кішкентай бір үңгір бар жігіттер, осы жерге былайдан машиналарын ысып қоясыздар, так, үстіп қоясыздар. Так, примерно артқа ойыншы, так, кішкене артқа сәлсі жүріп қойында болды жігіттер. Енді осыны былай жарып тастайсыңдар ғой. Прям атай бересіңдер, жарылады оның өзі бар емес пе ше. Так, так, дәкәнзі жарылсын ма енді маған түсірме. Так, все жігіттер осылай жарылады да ше. Негізі пикап болғанда ол сәл үлкеніндегі машинада, сол үлкен машина болған соң біраз территорияны жауып тұрады да. Өздерің спокойно атса бересің, осы жерлерге стеналарыңды қойып былай пақ деп атса бересіңдер. Так, ондай болса бұл біздің бірінші ничкамыз болады. Енді кеттік жігіттер, екінші ничкаға барайық. Жігіттер, біздің екінші ничкамыз осы видео болады. Міне осындай, осы жерде осындай бір диван болды, соны артынан спокойно кіріп алып отырып, пақ дырыр деп атса бересіңдер. Ше. Енді бұл ничканы енді біраз олд игроктар біледі жігіттер. Енді мен бұл ничкалар тек Free Fire'ды енді бастап келе жатқан, там дұрыс ойнай алмайтын сондай игроктарға көрсетіп жатырмын жігіттер. Енді бұл оңай ғой, барлығы біледі ғой деп комментария жазбай қойыңдар. Енді новыйдан келген, енді бастап жатқан Free Fire'шіктер, там ютуберлер білмейді ғой жігіттер, дұрыс па? Енді турнир бастап ойнайтындар бұл ничкаларды білмейді ғой, сол үшін соларға көрсетіп үйретіп жатырмын да. Енді не обессуйте бар емес па? Лайктарын басып арнаға тіркеліп отырыңдар. Так, жігіттер, біздің үшінші ничкаға бару үшін тоже машина керек. Сәл-пәл алыстауда ол бізден ше. Біздің енді үшінші ничкамыз осы жерде орналасқан жігіттер. Енді бұл жер тоже адамдар нормальный атысатын жер ғой. Так, бұл рейтинг ойнаған кезде осы жерде атысасыңдар, дұрыс па? Так, бұл жерде осы жерге турасына прицелмен мінесіңдер, осындай жерге өйс мінеп секіріп осы жерге мініп аламыз да. Енді мына жаққа қарай секіреміз ғой. Мәні жетпей алама деп ойлаймын. Так, осы жерге отырасыңдар да атса бересіңдер, пақ, майгат деп, білгендеріңді істейсіңдер, отырып алып бар местік неді адам бар ма екен. Жігіттер, ана жерде төменде бір адам кетіп баратыр екен ғой, қазір соны алып тастайықшы емес па. Жаман шатырын тайдырып отыр. Ема әтеш баға кетіп баған десем, соңғы басынан кетіп бала салады ғой. Так, жігіттер, біздің үшінші ничкамыз осы жерде орналасқан. Вроде төртінші ничкамыз тоже осы картада орналасқан. Қазір мен сендерге көрсететін боламын. Так, примерно ше, вроде мына жақта еді ғой да. Так, жігіттер, біздің төртінші құпия жеріміз там осы жерде орналасқан. Үйсіп аласыңдар, осы жерден атса бересіңдер, либо крысалат етуге де әдемі жерде бұл жер емес па? Дұрыста ойнай алмайтындарға әдемі топ жер ғой. Так, жігіттер, енді біздің бесінші ничкамыз қай жақта десеңдер, ол бесінші ничкамыз. Так, вроде осы жермен барым. Ё-моё. Так, жігіттер, ё-моё, оказывается, мына жақтан өтеді екенсіңдер ғой. Мен чатас кетіп, ол астынан барады деп барыңыз ба. Так, осы жерден келесіңдер, былай қарай секіріп, мына жермен спокойно жүре бересіңдер ғой. Давайте жігіттер, осы видеоға 30 лайк жинап сияқсыңдар. Тоже тағы да там ничкалар, там құпия жерлерді көрсететін боламын, бактарды көрсетемін, қалай топ бір алуға болатынын. Так, давайте осы видеоға 30 лайк ба, 50 лайк жинап сияқ. В общем, осындай 5 ничка болды ғой жігіттер, Так, жігіттер, арнаға тіркеу лайк басып отырыңдар. Осы біздің видеомыз аяқталды. Так,
достар, осы комментарийдің астына өздерінің айдиларын тастап кетіңдер, мен сендерге запрос жасап бірге рейтинг көтеріп тастау керек еді, там экспертке дейін ба, в общем айдиларын тастап кетіңдер, мен сендерге запрос жасаймын. В общем, давайте, всем пока, короче.